Шәкәрім ұсынған 8 жұмбақ. Өлшеусіз түпсіз терең бір дария бар. Көрмейміз, құр естейміз анық хабар. Дарияның суын түгел құятұғын, ол сиярлық ыдыс бар кішкентай тар. Дарияны сол ыдысқа құя білсең, керек суы болады көзге даяр. Онда бірақ дарияны естімейміз, көзбен анық көреміз, байқа досшар. Ол суда лай да бар, тұнық та бар. Лай судан тұнықты кім айырар? Лай судан тазасын айыруға дария көрген адамның бәрі құмар. Дария не, ыдысы не, тазасы не, көрген кім, айырған кім табыңыздар. Бес шешуі бір жерден табылмаса, шешкен емес бір талай ой сандалар. Тамам сөзді сөйлейді, сөйле десе, етінен ет кесемін сөйлемесе. Айт десем, айтпай тұғын жауабы жоқ, сүйгенімді сөйлеттім әлденеше. Бір нәрсе жұртқа мәлім көзден ғайып, ұстауға еш болмайды қолдан тайып. Не сынап, не түстеуге ұқсамайды, кейде көп, кейде кетер тіп тазайып. Киім тамақ денеден жоқ бір нұсқа, жылдам кіріп шығады, жылдам тысқа. Маңдайда жалғыз көзі жарқыраған, тұлымының бірі ұзын бірі қысқа. Кейде екі ұрттау мінезі бар, шағып алып жүрмесін байқап ұста. Бір кеткен соң қолыңа түсу қиын, айрылып қалып жүрме қапылыста. Шаршау жоқ, арықтау жоқ, талабы жоқ, адам оны жұмсайды көп жұмысқа. 9 қатын жиылып бір толғатқан, бірін бірі жуанғып буаздатқан. 9-ының киімі 9 түрлі, келген кісі сияқты әр тараптан. Босанғанда 9-ы бір ұл тауып, балаға 2 түрлі киім жапқан. Бір киім шешесіне ұқсаса да, бір киімі келіп тұр бөтен жақтан. Қатындар не, киім не, баласы не, көпке киім жетеді не себептен. Кішкентай күрең қызыл дөп дөңгелек, тамаққа әбден тойса болады көк. Қанға тойып алған соң қарн үлкейіп, үлкендігі кетеді, о несі боп. Бір нәрседен 3 сипат қылдым қайла, бұл жұмбақты шешерлік адам қайда. Бір сипатын ортадан кесіп алсам, орнында тағы болар екеу пайда. Біреу деп кесіп алып тастағаным, 3 болып жатады басқа жайда. Бірде емес, тамам санның бірінде емес, не үлкен, не кішкене бірі де емес. Ғылым тапқан сипаттың бірі онда жоқ, бұл жұмбақ өлі де емес, тірі де емес.